Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Ол сабақ бізде бояу және оның түрлері, яғни заливка және их разновидности. Бірінші, ол бояу бізде однородная заливка дейді, біртекті бояу. Яғни ешқандай бір түстен екі түске ауысу жоқ. Міне, біз ол үшін бір қарапайым фигура алайық. Төртбұрыш. Осыны бояу үшін біз міне оң жақтарыңызда көріп отырғандай мынада цветовой палитра бар. Бұны шығару үшін, егер сіздерде бұл жоқ болса, сіздер окноға кіресіздер де, мына мен қазір жауып тастайын. Міне мен жауып тастайын. Егер мына жерде оң жақтарда сіздерде түс жоқ болып тұрса, онда окноға кіресіздер де, цветовой палитра деген таңдап аласыздар. Сол жерде палитра по умолчанию дейді. Соны бассаңыздар, міне сіздерде шығып тұрады. Шетке барып тарта саласыздар, еніп кетеді неяққа. Енді осыны төртбұрышымызды бояу үшін мышканың сол жақ басынысын, батырмасын басамыз. Міне. Көріп отырсыздар ғой. Енді келесі түске бояғымыз келсе, біз дәл солай әрекет жасаймыз. Міне. Егер де біз осы көкпен мына көгілді ақшылдау көктің арасын жасағымыз келсе, сондай бір түсті. Мысалы, мынаны көкті басып тұрамыз, сол кезде бізде мынандай оттенкі, реңдер шығады. Міне. Осын таңдап аласыздар қалағаныңызша. Міне. Бұл түс бізде смик, яғни төрт түстен құралған түс болып есептеледі. Яғни, міне мынаны екі рет бассақ, төменгі жақтарыңызда міне заливка шығып тұр ғой. Осын екі рет бассақ, бізде процентовкамен шығады. Барлық түстер бізде процентпен беріліп тұр. Міне. Мына жерде смик, RGB. Екі түс бізде, бірақ көбінесе смикпен қолданамыз типографияға, RGB мен жай ғана веб пространство, яғни интернетке, сондайға визуализация қолдануға болады. 3D Max болмаса. Ал міне смикті таңдап тұрып бізде. Мына жерде C дегеніміз циан, яғни көк, мына түс. M деген magenta, мына бізде малиновый түс. Y дегеніміз yellow, сары түс. K дегеніміз қара түс. Осы түстердің процентовкасы, яғни проценттік құрамы, мына түс соңғысы осы болып шығады. Мына жерден біз мынаны 70 қылайық. Мына жерден, байқап отырсыздар ма, өзгеріп отыр. 40 қылайық. Міне, көрдіңіздер ма? Окей баса өзгеріп отырады. Бұл біртекті бояу деп аталады. Келесі градиентті бояу, яғни градиентная заливка орысша аударғанда. Неге мен орысша жазып отыр десеңіздер, сіздердің программаларыңыз я ағылшынша, я болмаса орыс тілінде келеді. Қазақ тілінде әзірше өкінішке орай жоқ. Құдай қаласа дамитын шығар деп ойлаймын, жасайтын шығар деп ойлаймын. Міне, дәл солай келесі градиентный заливка жасау үшін дәл осы төртбұрышты алайық, төмен түсірейік, копировать етуді үйретіп қояйын алдын ала. Міне, мышканы басып тұрасыздар да, керекті объектіңізді белгілеп, таңдап, міне, төртбұрышты төрт жағынан осындай қара нүкте шыққан соң мышканы тартып тұрасыздар да, бірінші сол жағын жібермей тұрып, екінші жағын бірден басып жіберсеңіздер, копировать етеді. Я болмаса, мына басып тұрасыздар да, оң жағын тартып тұрып, мышканың жіберсеңіздер, міне, переместить, болмаса скопировать сюда дейді. Окей. Келесі. Осы түсті қызылға бояйық. Градиентный заливка жасау үшін біз осы инструменттер, сол жақтағы инструменттердің аламыз да, интерактивный заливканы басамыз. Міне. Басып тұрып, тартамыз. Сол кезде бізде міне шығады. Қызылдан ақ түске ауысуы, яғни заливка. Градиентная заливка деп аталады. Біртекті емес, түстердің ауысуы. Байқап отырсаңыздар, мына жерде сызық пайда болды. Осы сызықтың бойында мына палитрадан кез келген түсті қоя беруге болады. Міне. Міне. Көріп отырсыздар ғой. Бұл градиенттік бояу деп аталады. Градиенттік бояудың көптеген түрлері бар. Яғни, мына жерде мен белгілеп кеттім, мынау бізде линейный деп аталады. Міне бассаңыздар градиентный заливканы жоғары жағында шығады бізде. Барлық заливканың түрлері. Біріншісі ол біртекті однородный заливка, екіншісі фонтанный градиентный заливка дейді. Соның басып тұрған кезде, басқан кезде мына жерде бұның өзінде төрт түрлі заливканың түрі бар бояудың. Біріншісі мынау линейный деп аталады, міне. Линейный фонтанный заливка. Екіншісі радиальная заливка дейді, міне. Бассаңыздар, міне. Эллиптическая фонтанная заливка дейді, радиальная аталады.
Бұл түсте де дәл солай. Мына сызық пайда болды, осы сызықтың бойына түстерді қоюларыңызға болады. Міне өздеріңіз байқап отырғандай. Міне. Және келесі бізде заливканы бассаңыздар. Міне үшіншісі конический деп аталады. Яғни конус тәрізді, жоғарыдан қарағанда конус тәрізді болып тұрады заливка. Осыған да неше түрлі түстерді қоюларыңызға болады. Міне өздеріңіз қарап отырғандай. Бағанағы әдіспен жасылдың реңін шығарып алайық. Міне байқап отырсыздар ма? Өзгеріп отыр. Бұл конический, яғни конус тәрізді заливка бояу. Енді төртіншісі бізде міне прямоугольный, төртбұрышты заливка деп аталады. Төртбұрышты бояу деп аталады. Ол да дәл солай. Міне сызықтың бойына, енді бізде сырт жағын емес, мына сызықтың ішкі сызықтың бойына қоясыздар. Міне байқап отырсыздар ма? Өзгерісті. Мына сызықта бегунок дейді, әрі-бері үлкейтіп кішірейтіп отыруға болады. Яғни сыртқа шығаруға да болады. Міне осы қысқаша төрт түрі гранит заливканың. Ең келесі біздің бояуымыз оюмен бояу деп аталады. Яғни ішінде оюмен полноцветный, яғни полный, жаңағы толық бояп шығуға болады. Басамызда таңдаймыз. Мына жерде басып тұрсаңыздар, интерактивный заливканың ішінде үшінші номерде кезекте заливка полноцветный узорын деп аталады. Оюмен бояу, қысқаша қазақша аударғанда. Ол үшін жерден кез келген бояумен бояу болады. Міне бассаңыздар. Мына жерде жоқ. Мен деген өзім алдын ала мына узорды алдым да, соны мен деген экспортқа айналдырып алдым. Экспортқа айналдырып алдым да, енді соны мен мына жерге басамын, алып келемін. Міне осы жерде көрдіңіздер ме узорын? Выбрать деген басасыздар. Яғни мына узорды басқан кезде төменгі жақта құрама свойства шығып тұрады. Осын бассаңыздар екі рет мышкамен сол жақпен. Бізде осындай окошко шығады. Сол жерде выбрать деген болады, источник. Міне соны бассасыздар. Және мен алдын ала дайындап қойдым. Міне формат Corel Draw формат аласыздар да, кез келген оюды алып импорт басасыздар. Сол кезде мына жерде шығады. Процентовкасын өзгертейік. Міне пропорционал түрде өзгереді. Мына жерде құлпы тұр, көріп отырсыздар ғой, қанша жерде. Міне ал өзгерді. Міне осы. Келесі растрмен бояу. Яғни суретпен, фотосуретпен бояп шығу. Бұл жерде бізде дайыны бар. Яғни мына қайтадан заливкаға кірсеңіздер, міне төртіншісі узор растровой заливки дейді. Осы жерге кірсеңіз дайын суреттер бар. Екі рет бассаңыздар, міне кез келген суретті таңдап алуларыңызға болады. Мына жерден фотосуретті алып, менде елкаңқы дайын тұр. Мына жерден тағы да источникті басып, кез келген суретті, узорды қойып алуға болады. Ол JPEG да болу керек, және PNG файлда да боялады. Узормен бояу. Келесі екі түсті бояумен, оюмен бояу. Яғни заливка двухцветным узорын деп аталады. Ол да міне бассаңыз екі рет белгілесеңіз, астынан двухцветный узорды бассаңыз дайын тұр. Кез келген узорлар міне. Мынау бізде міне шахмат. Мына жерде міне жапырақ, жұлдызша. Мына жерде процентін көбейтейік. Пропорционал түрде 70-70 болады. Міне көріп отырсыздар ғой. Бұл екі түсті оюмен бояу. Келесі текстурамен бояу деп аталады. Оны тағы да бассаңыздар, міне интерактивный заливканың ішінде міне бізде заливка текстура дейді. Дайын түрлері бар, міне байқап отқандарыңыздай. Екі рет төмен жағында бассаңыздар, міне бұл жерде де міне неше түрлі дайындары суреттер тұр. Міне бұл жерде де құрамдарын, размерлерін өзгертуге болады. Келесі бізде постскриптпен бояу деп аталады. Постскрипт деп отқанымыз күрделі текстурасы бар суреттер ғой. Міне осыны бассаңыздар, соңғысы. Міне неше түрлі түстері бар, дайындары бар, шаблондар. Мына құстармен бояу деп аталады. Жақындатып қарасаңыздар, мына құс қой. Міне мына жерде міне түстер, шариктер, бұл жерде дайын заттар көп өте. Міне постскриптпен бояу деп аталады. Енді келесі контурды үйренейік.
контурды қалай бояймыз? Бізде мына заливканы үйрендік қой, градиентный заливканы, болмаса кез келген заливканы. Енді осыны алып, қараңыздар, мен жанына қояйын, шар салдым, шеңбер. Әне осының мен сыртын, сары болсын, сыртын қызылық бояғым келеді, контурын міне. Мен қалай боядым? Мына бізде қара болып тұрады ғой, бірден. Осы жерде контур көрініп тұрады, белгіленген кезде бізде 0,2 мм деп тұр. Жанын бассаңыздар, әртүрлі өлшемдер тұр. Бұлары қатықпаған заң жоқ, бұны қолмен де өзгертуге болады. Мысалы, мынаны 1 деп қоюға болады, міне. Бұл контур, яғни абрис, мынаның қалыңдығы, контурдың қалыңдығы. Байқап отырсыздар ма? Мен 2 деп қойын, міне. Және осыны тағы рет бассаңыздар, міне, неше түрлі шығып тұр размерлі. Бұны қолмен өзгертуге болады. Осының құрамын білу үшін, бағана біз деген мына жерде түстің құрамын свойствосына кірдік. Енді біз мына жерде контур шығып тұр. Контур арқылы 2 рет бассақ, тағы да бізде құрам шығады. Міне, өздеріңіз көріп отырған осы окошкада неше түрлін жасауға болады. Сызық күйінше тұрады. Мына жерде үздік сызық жасауға болады. Міне, көріп отырсыздар ғой. Кез келген, міне, сызықтың түрлері өте көп. Өздеріңізге қандайында соған байланысты. Және тағы бір түрі бар, төртбұрыштығы байланысты көрсейін. Қазір мынау әріпті көрсетейін. А әріпін басайын. Бұны тағы да өйтіп бояйын. Сарығып бояп, сыртын жаңағындай оң жағымен контурды басамын. Қалыңдығын жоқ, көрініп тұрған жоқ. Байқап отырсыздар, қалыңдығы көрінбесе төменгі жақтан шығады. Осыны 2 рет бассаңыздар, міне қалыңдығы шығып тұр. Қолмен енгізесіздер. Окейді басасыздар. Және осындай бізде болып тұр. Біз деген жанына қойық, екінші түрін белгілейміз контурдың. Мына жерде бір галочка қою керек. Печать под заливкой дейді. Суреттің арт жағынан келтірейін ба контур дейді. Осы жерге галочканы қоясыздар. Міне, байқап отырсыздар ма? Мына қалыңдығы артына қарай кетті. Енді бағанағыдай бұл жерде де контурды үздік сызық қылуға болады, нүктелі қылуға болады, пункттер қылуға болады. Біз сызықтың бойына қойық, және мына жерде мына бұрыштарын көріп отырсыздар. Осы жерде қазір окейді басайын, жақындатып көрсейін. Міне 2 рет бассақ, мына жерде бұрыштамаларын доғалық жасап берейін ба дейді. Көріп отырсыздар ғой. Міне біз 3 жасайық. Міне, және мына осы размерде контурды көріп тұрсыздар. Және осы пропорцияны бірде сақтайын десеңіз, міне көрдіңіздер, мына жерде кішірейіп қалды. Мына қалыңдық қалды, бірақ көлеміміз әріптің үлкейді. Ол үшін бірдей қылу үшін, бірге үлкею үшін, мына әріптің тағы да бір рет контурдың свойствосына басамыз да, мына жерде масштабируется объектім деген галочка қойсаңыздар, шетке қойайын. Осы әріппен бірге бұл да контурда үлкейеді. Көріп отырсыздар ғой? Міне. Мынандай қалыңдық емес, ол бірге үлкейіп жатыр, көлемі масштабпен бірге, пропорционально. Бүгінгі сабақ осы. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, және осы сабақтың барлығын істеген паузаға қойып, өздеріңіз істеп көріңіздер, тез үйренесіздер.